Мен Ерлан Жолдасбай, осы клиника Сияньды басқарам. Бұл жерде бізде қазақтың дәрігерлері істеп жатыр, Қытайдың дәрігерлері істеп жатыр. Осыны біз 23 жылы аштық майда. 17 жылы Қытайда болдым. Қытайда барғанда сондай мынау Сиянь қаласында ми аурухана сондай ұнады. Ол жерге барғаннан кейін сол жердің басшыларымен танысып, сол жерде көрдім, Қазақстаннан көп балалар бар екен емделуге. Ол аурухана ми ауруханасы. Ол жерде сол осы неврология, балалар жағынан мынау аутизм, ДЦП, сөйлей алмайтындар сол балаларды жақсы емдейді екен. Сол жерге Қазақстаннан көп барған, өзім көрдім, енді Россиядан көп барған. Соны барып көргеннен кейін осындай ой келді, неге біз осы Қазақстанда ашпаймыз деп. Солармен басшылармен сөйлескеннен кейін оларды көріп, танысып кеткеннен кейін оларды қолдады. Сол жақтан барып көріп келгеннен кейін енді біз осы жақта аштық. Ол кейін сол пандемия басталғаннан кейін қайта жабылды. Но 23 жылдың майдан бастап қазір істеп жатырмыз. Бізде осы клиникамыз Сиянь, мына балалар жағынан аутизм, ДЦП, сол жағынан көп ем келіп жатыр бізге, балаларды жақсы емдейді. Үлкен кісілерді де қабылдап жатырмыз. Бұл неврология жағынан мына инсульт аламыз, хондрозы, неврит, сондай ауруларды жақсы емделіп жатыр жерде. Енді дәрігерлерді айтатын болса, бізде 10 Қытай осында жұмыс істеп жатыр. Өте олар балаларды да қарайды, үлкен кісілерді де қарайды. Өзіміздің қазақтың балалары, қыздары 7 жылдай Сияньда сол жақтан оқу бітіріп, дипломдарын алып келгендердің бәрін шақырып, осы клиникада жұмыс істеп жатыр. Енді олар тілді жақсы біледі, қазақша да жақсы сөйлейді, қытайша да жақсы сөйлейді, орысша да жақсы сөйлейді. Сол кезде приемда да, емде бірге жұмыс істеп. Енді былай алғанда 25 адам қазір осы клиникада жұмыс істеп жатыр. Енді үлкен рахмет айтамыз денсаулық сақтау саласына, қалалық денсаулық сақтау министрлігі жағына үлкен рахмет. Жақсы, қандай қарым-қатынасымыз өте жақсы, көмек болып жатыр түгілі. Қытайдың азаматтары да біздің Қазақстанымыз ұнап жатыр. Астана жұмысты жақсы жұмыс істеп жатыр. Қазақстан мен Қытайдың қарым-қатынасы өте күшейіп жатыр. Біз оған қуанамыз. Ары қарай да сәттілік тілейміз. Қарым-қатынасымыз жақсы болсын. Енді осы бағдарламаға шелковый путьқа, соңғы бір жол, бір белдеуде біз өте жақсы сол программаға кіріп, сол программамен ары қарай жұмыс жасап, осы клиникамызды тек қана Астана емес, осы Центральный Азияда жақсы болсын деп тілейміз.